Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік министрлігінің тапсырмасы бойынша 17 қарашадан бастап осы пилоттық жоба енгізіліп отыр. Осы онлайн тәртібінде жұмыс жасау. Оған бізге бүгінгі күнде ол пилоттыққа біздің Нұр-Сұлтан қаласы да кіріп отыр. Оған біз оның ішіне не кіреді? Бұрын жұмыссыз азамат бізге келіп, халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, тіркелу керек жұмыссыздыққа. Ал бүгінгі күнде онлайнда және еңбек порталында өзін жұмыс іздеуші ретінде тіркей алады. Жұмыс іздеуші ретінде тіркеліп болғаннан кейін 3 күннен кейін бүткіл базаның бәрін тексереді ол адамды, қандай кәсіби бизнесі бар ма, болмаса студент па, болмаса жұмыссыздыққа тіркеуде тұрып қойған ба, сондай мәліметтерді іздестіреді портал. Ол порталды егер барлығы дұрыс болса, сонда автоматты түрде 3 күннен кейін жұмыссыз азаматты заңды түрде тіркеуге алады. Заңды түрде жұмыссыздыққа тіркеуден алғаннан кейін сол порталдан анықтамасын ала алады. Жұмыссыз деген азамат ретінде өзінің анықтамасын ала алады. Сол анықтамадан кейін бізде мемлекеттік бағдарлама бар. Еңбек бағдарламасы 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасы бар. Сол еңбек бағдарламасының негізінде көптеген жұмыссыздарға арналған жұмыстар бар. Ол жұмыстар мысалы қоғамдық жұмыстар, әлеуметтік жұмыс орындар, сосын жастарымызға арналған жастар тәжірибесі. Оның әрқайсының өзінің талаптары бар, сұраныстары бар. Қоғамдық жұмыста мысалы жұмыссыз азамат бізге келген уақытта біз ол кісі адамға өзі егер жұмысты таба алмаған жағдайда жұмысқа орналастырамыз, қоғамдық жұмысқа. Ол қоғамдық жұмыста қоғамдық қорларда жұмыс жасайды, болмаса кеңселерде жұмыс жасайды. Сондай әртүрлі өзінің мамандығы емес жұмыстарға жібереміз. Әлеуметтік жұмыс орындар деген ол әлеуметтік жұмыстарды жасайды. Оның жарты айлығының 40% жұмыс беруші төлейді, қалған пайызын халықты жұмыспен қамту орталығы төлейді. Жастар тәжірибесінде ол 6 айға созылатын жұмыс. Жаңадан бітірген 29 жасқа толмаған, 3 жыл бойы дипломмен жұмыс жасамаған азамат бізге келіп жұмыссыздыққа тұрып жастар тәжірибесіне келеді. Ол жастар тәжірибесінде ол өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасайды. Егер педагог болса, болмаса тілші болсын, медбике болсын, сол мамандық бойынша сол мемлекеттік мекемеге жібереміз өзіміз. Егер бос орын болса, сол жерде 6 ай бойы жұмыс жасайды. Өзін жақсы жағынан көрсете білсе, онда жұмысқа міндетті түрде қабылданады. Еңбек кітапшасында ол азаматқа өзінің мамандығы жазылады. Оған әрине жалақысы төленеді. Біз мысалы өзіміз жұмысты бітірген кезде тәжірибе аламыз. Тәжірибеміз бізде тегін өтті. Ал бүгінгі күнде мемлекет еңбек бағдарламасы бойынша осындай жастарға жақсы қолдау көрсетіп жатыр. Еңбек бағдарламасында бізге жұмыссыздыққа келіп тіркелген азамат, егер өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасамаған, жасағысы келмейтін азаматтар бар. Мен өзім мамандығым ұнамайды, мен басқа мамандықта жұмыс жасағым келеді дейді. Оған қандай қызмет көрсетеміз? Оған біздің ұсынысымыз еңбек бағдарламасы бойынша қысқартылған оқулар бар. Ол қысқартылған оқуда жұмыссыздыққа тіркеледі. 1 ай мен 3 айдың көлемінде оқытылады. Повар болсын, болмаса тігінші ретінде, наубайшы ретінде, болмаса бүгінгі күнде дизайнер деген қазір жақсы, аниматор деген сияқты жұмыстар өте
сұранысқа ие. Сол себептен оны қосымша бір ай көлемінде, 3 ай көлемінде оқытамыз. Оқытып тұрған кезде ол жұмыссыздыққа жол ақысын үкімет төлейді. Жұмыспен қамту орталығы төлеп береді. Шәкіртақысы дейді ғой, сол шәкіртақысын төленеді. Оны оқып бітіргеннен кейін, егер ол кісі өзінің кәсібін ашам десе, жаңағы шағын кәсіп ашам деген жағдайда, ол өзінің проектісін жасайды, жоба жасайды. Кәсібіне байланысты, оқығанына байланысты, тігінші болса, жаңағы тігінші ательесін ашам десе, сондай үлкен жоба жасайды. Сол жобаны комиссия алдында қорғап шығу керек. Егер соны қорғаса, жаңағы еңбек бағдарламасының аясында грант беріледі. Сол грантты алып, ол жаңадан өзінің кәсібін бастап кетуге ғана қадам, сондай көмек, мемлекеттен көмек көрсетіледі. Одан ары қарай ол адамның өзінің кәсібіне байланысты. Егер шын ынтасымен жұмыс жасаған болса, онда өзінің кәсібін ары қарай дамытып, ары қарай жалғастыруға әбден мүмкіншілігі бар. Халықты жұмыспен қамту орталығына бізде пандемия басталғалы бері көптеген өзгерістер енгізілді. Сол өзгерістердің ішінде шағын кәсібінде жүрген бизнесмендердің орталықтары болмаса, жаңағы кәсіптері көптегенге қысқартылуға алып келді. Ол тек қана шағын ғана емес, үлкен кәсіпорындарда көптеген адамдарды қысқартуға мәжбүр болды. Соның ішінде бүгінгі күнде бізге негізгі қала бойынша, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қысқартылған 958 азамат қысқартуға қысқартылды. Оның ішіндегі 358 азамат біздің халықты жұмыспен қамту орталығына келіп өзінің жүгінді. Бізге қандай себеппен жүгінеді? Заң бойынша халықты жұмыспен қамту заңына сәйкес қысқартылған кәсіпорын қысқартуға дайын азаматтарды алдын ала 1 ай бұрын береді. 1 айдан кейін барып, ол азаматты қысқартады. Қысқартқаннан кейін ол азамат бізге келіп жүгінеді. Мен қысқартылдым, мен жұмыссыз қалдым деп. Сол жұмыссыз қалған кезде оны біз егер жұмыс іздеуші ретінде тіркеуге аламыз, одан кейін жұмыссыздыққа қоямыз. Егер ол адам басқа жұмыс тауып бере алмасақ, 3 күннің ішінде, заң бойынша негізінде 10 күн, пандемияға байланысты жұмыссыз көп ұзақ уақыт болмасын деп 3 күнге қазір министрлігіміз сондай қысқартуға қойды. Сол себептен бұл қысқартылған азаматтарды жұмысқа орналастыруға жұмыс іздедік. Енді соның ішінде жұмысынан айырылып қалған азаматтарға көмек ретінде өздерінің жаңағы әлеуметтік сақтандыруынан соңғы алып отқан 3 жылдық болмаса 2 жылдық айлығының 40% төленеді. Сол көмек ретінде әлеуметтік көмек деп айтылады, сол көмек беріледі қысқартылған азаматтарға. Жалпы жұмыссыз қалған азаматтарға сондай көмек беріледі. Орысша айтқанда пособие по потере работы. Оны 6 ай көлемінде алады. Ол мысалы бізге жұмыссыздыққа келіп тіркеледі. Жұмыссыздыққа келіп тіркелгеннен кейін барып, ол бөлек жаңағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына ұсыныс жасайды, мен жұмыссызбын деп. Сол жақтан өздері есептеп, сол жаңағы көмек ақысын береді. Мемлекеттік еңбек бағдарламасының негізінде бизнес бастау деген оқу бар. Ол оқу біздің кәсіптер палатасы атамекенде оқытылады. Ол жаңағы жұмыссыз болсын, болмаса жаңадан бастай отқан жас кәсіпкер болсын, сол барып оқиды сол жақта. Атамекенде оқиды.
2 апталық па 3 апталық па өздері оқытып бизнесті қалай бастау керек деген оқуды оқытады. Оқытып болғаннан кейін ол жерде жаңағы жобаны қалай дайындау керек, бизнестің ең бірінші қадамы неден басталады деген сияқты жауаптарды іздеп, әрбір кәсіпкер соны үйреніп болғаннан кейін жаңағы еңбек бағдарламасы бойынша грантқа ұсыныс береді. Сол бүгінгі күнде 1200-ден астам адам бизнес бастауды оқып аяқтады. Оның ішіндегі 200-ден астамы біздің қысқартылған оқыту, халықты жұмыспен қамту орталығының қысқартылған оқытуында оқып шықты. Нұр-Сұлтан қаласының халықты жұмыспен қамту орталығына жыл басынан бастап 28 мыңнан астам азамат келіп жүгінді біздің қызметімізге. Оның ішіндегі 18 мыңнан астам адамды біз жаңағы халықты жұмыспен қамту шараларымен қамтыдық. Ол бүгінгі күнде 5 мыңнан астам жұмыссыз ретінде тіркеуде тұр. Ол жылдың соңына дейін ол тіркеуде тұрған азаматтарды жұмысқа орналастырамыз деген сенімдеміз. Ол кісілердің, ол 5 мыңның ішіндегі жаңағы курста оқып жатқан азаматтар бар, әлі аяқталмаған. Болмаса жаңағы бизнес бастауда оқып жатқан азаматтары бар. Соларды аяқтап болғаннан кейін жұмысқа орналасып кетуге әбден мүмкіндіктері бар.